Қабір деген жігіттер, сендер ойлап қалмаңдар. Қабірде бұл бір ғайып нәрсе. Мына жер әлемі сияқты бір әлем ол. Қабірдің азабы бар, қабірдің рахаты да бар, жігіттер. Оны мен саған сөзімен жеткізе алмаймын. Сен сенбесең сенбей-ақ қой, өзің білесің, өзің қияметің, маған бәрібір. Бірақ мен саған айтып отырмын, ол сен көрмеген нәрсең бәрі жоқ болады деген сөз жоқ. Ғайып. Ана бар ғой, қабірдегі азапталып жатқан адамнан ана құлағындағы перде, көзіңдегі Алла қойып қойған пердені алып тастайтын болса, жүрегің жарылып кетеді. Ал хайуанаттар естиді, аға, білесіз ғой? Қабірде жүрген кезде хайуанаттар қашады кейбір кезде. Неден? Қабірдегілер айқайлап жатыр, азапталып жатыр. Мүлк сүресін оқыңдар дейді, қабірдің азабын көрмейсіңдер. Бұттарындағы сіздіктеріңе ие болыңдар, еркектер дейді. Қабірдің азабын көрмейсің. Оның бәріне пайғамбар алейхиссалату вассалам еріккеннен ертегі қылып айтып отыр ма? Пайғамбар алейхиссалату вассаламның сөзін ертегі дегендердің өзінің өмірі ертегі. Егер сен адамзатқа мейірім болып келген адамның сөзін ертегі деп отырған болатын болсаң, онда саған қайтадан бір өліп бір тіріліп керек онда, бауырым. Сен мына ақылыңды қайтадан дұрыстау керек саған. Қайтадан бірінші классқа барып сабақ оқу керек шығар саған, может.